Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Lesson Study тақырыбының 4 сұрағын қарастырамыз. Яғни негізгі мақсат проблеманы анықтау, кезеңдер және Lesson Study бойынша сабақты жоспарлау, бақылау, талқылау сызбасы. Lesson Study мұғалім тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған, сабақтағы іс-әрекетті зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын педагогикалық тәсіл. Негізгі мақсат оқушыларға білім алуға көмектесу, топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал жасау. Lesson Study мұғалімдердің бірлескен зерттеу жұмысы. Сондықтан мәселені нақты анықтау, жұмыстың нәтижелі болуына ықпалдасады. Демек, мәселе нақты әдісті зерттейме, әлде сыныптың проблемасын шешуге бағытталама, соны анықтап алу керек. Lesson Study моделі бірнеше бағытты қамтиды. Мұнда ол бойынша мектептің ортақ тақырыбына назар аудару, мұғалімдердің оқыту дағдыларын жетілдіруге бағыттау, бақылау дағдыларын арттыруға ұмтылу. Яғни бағыттаушы, бақылаушы бағыттарда қарастырады. Lesson Study топтарының жұмыс кезеңдері бірнеше сатыдан құралады. Ең алдымен топ құрылып, проблеманы анықтап, мәселе бойынша материалдармен танысу, мақсат қою, сабақты бірігіп жоспарлау, сұхбат жүргізу, сабақтан кейінгі талқылау жүргізіледі. Сабақты тиімді бақылау үшін арнайы бақылау парағы пайдаланылады. Мұнда ABC деңгейіндегі оқушылардың деңгейі бойынша жасалған сабақ барысындағы іс-әрекеті қарастырылады. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтқандай, мектептің жүрегі мұғалім. Әрбір мұғалімнің қызметі мектептің тиімді жұмысына ықпал